Біз де енді Қараша халықтың, тұрғындардың ойын білейік дедік, өйткені бұл проблема ең әуелі сол кісілерге жақын ғой бізге қарағанда. Экранға зер салыңыздаршы. Күнші мен жерде отырдым. Мына есік бірінші былай болды ма? Жабылатын есік ше. Жетті кіріп, сәл тұрды. Бірден ашын толды. Адам ашқанса? Адам ашқанса. Тағы жел жоқ. Бұл істі қалай білдім әле? Қимылдап тұрды ғой бейт. Былайынан қимылдады ше, былайынан. Бірден ашын бұлары. Біраз тұтта, қайт өзіміз бітеп жабылды. Қайдан жабылды? Сыртқа шықтық. Жел жоқ. Желмеген дедік та, жел жоқ. Адам да жоқ. Ешкім жоқ қой бізден мысқа. Сонымен кетуге әрекет қылып қой жерден қайтып қашуға тура келді ғой. Бұның нәрсені ютубтан көреміз ғой. Тылсым күштегі сенбеймін оған. Келгендегі мақсаттарың просто барған жақса деп көрейін. Сенбей келеміз ғой, сенбей. Сенбей. Мына кісі сіз жүріңіз аяқ тұрдыңыз ба? Иә, қазір болдым. Бірге отырдық қой бірге. Екі адам бірге қойдыңыздар ма? Екеуміз бірге отырдық қой, есік кетіп, ойнап тұрдық бірден ашылды. Менің төркінімде бір ақсақал шығып, мынау тарап жатыр, телевидениеға шығайын деп жатыр. Соға дейінге өзіміз ішімізде тасаттық жасап, қой сойып, ірі қараны сойып, молданы шақырып, осыны реттейік деген ақсақал шықпады ма? Енді ол жағын мен білмеймін, бірақ өзім естуім бойынша больницада істейтін бір әпшем бар. Құдай тамақ істедік деп айтқан. Құдай тамақ құтқармайды. Бекжан мырза айтыңызшы. Құдай тамақ істедік сол жерде. Бір қойды құрбан шалып, сосын сол айтып отырмын ғой, бұл жерде кіру керек, ана же бөлмеге кіріп, жандармен как положено диалогқа кіріп сөйлеу керек. Ол біздің дауысты естиді. Осындай мекен бұл жерді тастап, басқа жерге кетіңдер дейді. Ол енді тылсым әлем бізге көрінбейді, бірақ ол көрінбесе де өзінің белгілерін көрсетіп отыр. Сіз солай сөйлесе аласыз ба? Иә. Менде сұрақ бар еді, сізде, например, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жындарға жаңа кетіңдер деп айтамын деп ше, любой жындар ол замен бірдеме сұрайды. Сол кезде замен не бересіздер? Замен ол сіздер бересіздер. Біздер шариғатта диалогқа тұрамыз. Мына кісілер медиумдар ғой енді бұлар. Бұлар қарама-қарсы ғой, Руслан. Дұрыс айтайық. Бұлар диалог жындармен договорға отырады. Сосын жұмыс жасайды енді. Емдейді, шығарады. Бұл енді бұлардың әдісі. Біз шариғатта ешқандай замен бермейміз. Бізде құрал бар. Барлық жындардың желі шығатын ол Құран. Құран аятын оқимыз. Егер оқымасаңдар, осы Құран аяттары қарғыс ретінде, лағнет ретінде оқимыз дегенде, любой адам өзінің қорқатын қаруын ұсынған кезде жан керек болса не істейді? Жоқ, мынандай жындар болады, қазір Құран білетін жындар болады ғой. Біле берсін, Құраннан қорықпайтын. Али мырза, сіз бір нәрсе бересіз бе жындарға? Мен жоқ, мен заменді білмеймін. Замен деген нәрсені қайдан айтасыз онда? Жаңағындай келісемін мына кісімен, жаңа жындармен келісіп шығаруға болады. Өйткені шын мәнінде жаңа мусор тұрған жер, жаңа морг, бала тастады деп тұр ғой. Ол жаңағындай жындардың үйлетін жері. Жаңа біз адамдар үй салып тастадық қой. Үй салды, больница салдық да, рұқсат алу керек деп тұрмыз да. Рұқсат алып керек емес. Просто ол жерге білдірту керек, что біз адамдар да, сол жердің иесі адамдар екенін. Қалай білдіреміз? Сөйлесесіз, кәдімгідей сіз. Сөйлесу керек, ол дұрыс айтады, сөйлесу керек онымен. Негізі жын бар зат, ол ешқандай адамға зияны жоқ деп ойлаймын. Ешқандай зияны жоқ, адамға зияны болады. Сіз бұл қандай информацияға сүйеніп айтып отырсыз? Мен өзімнің өмір көрген. Давайте бүтікші, сіз көрген жоқсыз ғой жынды. По факту сөйлейікші, пожалуйста. Сұрақ қойшы, сіз айтасыз, жаңа жынның зияны жоқ деп отырсыз мысал ретінде. Енді мына кісі жын шығарып, менде арасында болып тұрады. Жын кіреді ғой адамға мысал ретінде. Сол кезде адамға жын кіргені зиян жасап жатқан жоқ па? Білмеймін, мен жыннан гөрі өз өмірімде адамнан көп зиян көргенмін. Жыннан қорқудың керек жоқ деп ойлаймын. Қорқудың керек жоқ. Әркім өзінің ойында қалады, ешкім өзінің ойын өзгерту үшін бағдарлама арнап отырған жоқсыз. Бұл жерде проблемамен келді, сол проблеманың шешу жолдарымен атсалсайық. Енді баршаларыңызға ортақ бір сұрақ қояйын. Естідіңіздер ғой, дауыс бар. Және көзбен көрмедік десе де тұрғындар айтып жатыр, есік өзімен өзі ашылып жабылады дейді. Бұл ненің белгісі болуы мүмкін? Ортақ сауал. Ол жаңағы жындар адамдардың тұрғанын қаламайды. Ол шындық, ол факт. Это ощущение. Мен өзім маман ретінде айтайын, это ощущение. Когда есть страх, ожидание, это реальность. Қорыққанға қос көрінеді деген бе? Сондай. Біз енді тегінен ол жаққа барған жоқпыз ғой. Тегінен бағдарлама арнап отырған жоқпыз. Редакциямызға күнде хабарласқаннан кейін өлім жітімнің арасынан уақыт тауып Шардараға да бардық. Және ең бірінші барған жеріміз біздің әкімдік болған.